Бір ғасырдың тарихы бір арт альбомда көрініс тапты. Алматыда Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында қазақ балетіне 89 жыл атты арт альбомның тұсаукесері өткізілді. Онда Қазақстанның кәсіби хореографиялық өнерінің 90 жыл бойына қойылған ұлттық спектакльдерінің бүкіл тарихы жинақталған. Арт альбом бір жыл бойы Тоғжан Молдалімнің жетекшілігімен дайындалды. Спа жобасы Нұрсұлтан Назарбаев қорының гранттық қолдауымен жүзеге асырылған. Альбом жасауға суретші Жаннат Баймуханова мен дизайнер Гүзел Нұрымбетова тікелей атсалысты. Жобаның мақсаты қазақ музыкалық хореографиялық өнерін кескіндеме арқылы сақтау һәм таныту. Сондай-ақ қала тұрғындары мен қонақтарына театрдың фойесінде сурет көрмесі ұйымдастырылды. Бұл альбом үшін 65 сурет, авторлық сурет иллюстрациялар кірді. Оларда бүкіл еліміздегі театрлардың және би труппаларының бүкіл ұлттық спектакльдері енді. Дамир Оразымбетовтың жетекшілігімен Қазақ балет креативті зертханасының қолдауымен, Нұрсұлтан Назарбаев қорының гранттық қолдауымен осы басып шығарылды. Мен өз атымнан Нұрсұлтан Назарбаев қорына үлкен алғысымды айтамын. Өйткені осындай гранттың арқасында жыл сайын жастардың осындай жобалары жарық көріп жатыр.